Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз Голубая лагуна атты фильмге шолу жасаймыз. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдау мен үшін өте маңызды. Ал біз бастаймыз. Желкенді кеме Сан-Францискоға бет алуда. Ричард пен Эмилин есімді кішкене балалар кемені зерттеуде. Баланың әкесі өзіне және құрбысына қауіп төндіресің деп ұрсып, палубаға кірулерін сұрайды. Ричард әкесінен анасы арттарынан келе ма деп сұрайды. Сол кезде оған Эмми қайтыс болған әке шешесін есіне алып, аспанға біреуді алып кетсе, қайтпайды деп жауап береді. Кейін баланың әкесі капитаннан кеме қатты желдің кесірінен бағыттан ауысқанын, сондықтан жақын арада қалың тұманға тап болатынын біледі. Сол уақытта Эмми аспазшының тауықты қалай тазалап жатқанын көреді. Аспазшының каютасынан Ричард жалаңаш әйелдер бейнеленген суреттерді табады. Эмми олардың үстінде мүлдем киім жоқ екенін аңғарады. Сол сәтте бөлмеге Паттон келіп, біреудің затын ақтарғандары үшін балаларды жазаламақ болады. Бірақ сол сәтте кемеде өрт басталады. Кемені қою түтін басады. Капитан балаларды және Ричардтың әкесін қайыққа отырғызуды бұйырады. Матростардың бірі кемеде жарылғыш зат бар екенін жеткізеді. Оны естіген қалғандары кемеден асығыс түсе бастайды. Сол себепті Ричардтың әкесі мен капитан басқа қайыққа отыруға мәжбүр болады. Ал балалар Паттонмен кетеді. Кеме жарылады. Ричардтың әкесі баласын шақырып айқайлауда. Паттон оны естиді, бірақ қою тұманның арасынан олар көрінбейді. Қайықтар екі жаққа кетеді. Балалар мен Паттонға қол қусырып көмек күтуден басқа амал қалмады. Келесі күні олар қайыққа сандық келіп соғылғанда оянады. Паттон оны ақтарып көріп, пайдалы ештеңе таппайды. Кішкене балалар қатты шөлдегендерін айтады. Паттон олардың көңілін алдарқату мақсатында батып бара жатқан күннің сыбырын тыңдаңдар дейді. Азанда Мелина оянып, гүлдердің иісін сезіп тұрғанын айтады. Паттон көзін ашып аралды көреді. Құтқарылғандарын түсінген Паттон қайықты жағаға бұрады. Аралға келе сала Паттон тұщы су табады. Мелина сол маңнан бөшке толы шарап табады. Ал Ричард жақын маңнан біреудің қалдығын табады. Аспазшы оларға бұл жерде қауіпті екенін түсініп, балаларға кету керек дейді. Биік жарға көтеріліп, олар басқа қайықтар көріне ма деп мұхитқа көз салады. Сол уақытта Эмми улы өсімдікті жеп қояды. Бұны байқап қалған Паттон тезірек түкіруді бұйырады. Егер кімде-кім бұл өсімдікті жесе, өмір бақи ұйқыға кетеді деп түсіндіреді. Кешке Паттон от жағады. Эмилина өлген мысығын қалай жерлегендерін айтып отырады. Балалардың әңгімесінен өлім жайлы ештеңе түсінбейтіндері анықталады. Паттонның мысық дәл осылай өсімдік жегендіктен мәңгілік ұйқыға кеткен болу керек деген болжам күлкісін келтіреді. Әрі Эммидің оқиғасында миссис Джонстың баласы жайлы әңгімені айтады. Дәрігер кішкене баланы 40 қабаттан тауып алғанын айтқан. Сәби шетінеп кеткен. Дәрігер балалардың психикасын бұзбас үшін сәбиді періштеге айналу үшін қайта 40 қабатқа салғанын айтқан. Ричард содан кейін сәбиді табу үшін барлық 40 қабатты ақтарып, сәбиді де, періштені де таппағанын айтады. Келесі күні бала сандықтан табылған суреттерді қарап отырады. Суретте таныс емес адамдардың тойлары бейнеленген. Ричард Паттоннан үйленгенсіз бе деп сұрағанда Паттон 7 мәрте үйленгенін жеткізеді. Оның 17 баласы бар, олар әртүрлі. Ол көбісін көрмегенде. Ары қарай біз аспазшы балаға от жағу, арқан байлау, лашық тұрғызу секілді заттарға үйретіп жатқанын көреміз. Өзі ағашқа аралда өткен әр күнді белгілеп жүреді. Бір күні Паттон аралдың екінші шетіне барып, адамдардың қалдықтарын табады. Ер адам аралда олар жалғыз еместігін түсінеді. Әрі бұл жерде құрбан шалу дәстүрі өткен айқын. Ол балаларға аралдың екінші шетіне барсаңдар, балаларды жейтін мақұлыққа тап боласыңдар деп ескертеді. Кешке Паттон от жанында отырып, шарап ішіп, балаларға қойылым қойып береді. Сосын шарапқа мас болған еркек бос қалған бөшкені құшақтап, белгісіз бағытқа қарай жүзіп кетеді. Балалар оянып Паттонды іздей бастайды. Ричард оны қарсы жағадан байқап, Эмилин екеуі сол жаққа аттанады. Еркектің жанына келіп, олар оның мерт болғанын көреді. Бұны көрген Эмми есінен танып қалады. Ричард қызды қайыққа отырғызып, лашыққа қайтады. Эмми есін жия сала, Ричардтан бұл жерден алып кетуін сұрайды. Солай олар жақын маңдағы аралға келеді. Енді барлығын өздері басынан жасауға тура келеді. Лашық тұрғызып, тамақ табу керек. Бірнеше уақыттан кейін біз балалардың өсіп қалғанын көреміз.
Ричард теңіз түбінен маржан тауып алып Эммиге келіп, Аяз ата оларға сыйлық тастап кетті деп алдайды. Бірақ Эмми бұның барлығын Ричард істегенін түсінеді. Жігіт қыздан неліктен олар жиі ұрсыса бастағандарын сұрайды. Қыз неге екенін білмеймін, маған неше түрлі ойлар келеді, сондықтан саған жақпайтын сөздер айтамын деп жауап береді. Келесі күні Эмми шомылуға барып, судан қанды байқап шошып кетеді. Қыз Ричардты шақырып, артынан өзіне бірдеңе болып жүргенін сезіп, ұялып жігітті қуып жібереді. Кейін жігіт қыздан жақсысың ба деп жарасын көрсетуді ұсынады. Эмми ашуланып, жалғыз қалдыруын сұрайды. Ары қарай біз қыздың жігітке деген көзқарасы өзгере бастағанын көреміз. Ал Ричард болса қызды сырқаттанып қалды деп ойлайды. Кешке жастар күннің батқанын тамашалап отырып, әке-шешелерін естеріне түсіреді. Ричард оларды әкесі тауып, бұл аралдан алып кетеді деп үміттенеді. Бозбала Паттонды есіне алып, неден қаза болғанын анықтағысы келеді. Бірақ Эмми бұл жайлы айтқысы келмей жігітті жалғыз қалдырады. Ричардты қызығушылығы тыныштық бермейді. Ол барлық сұрақтарға жауап тапқысы келеді. Эмми оған барлық сұрақтарыңа сен сенбейтін Құдай жауап бере алады дейді. Кейін олар біреу дауылпазды ұрып жатқан сияқты дыбыс естиді. Эмми оларға бала кезде Паттон айтқан құбыжық шығар деп ойлайды. Ричард егерде ол өздеріне қауіп төндірсе, найзамен сұғып алатын жеткізеді. Азанда жігіт балық аулауға барады. Эмми жігітке күле қарайды. Өйткені үркіткен барлық балықтарды қыз қолымен оңай аулап алады. Кейін қатты нөсер жауып, олар лашыққа аттанады. Ричард өзі жасаған аспапта ойнап отырады, ал Эммиге бұндай әуен ұнамайды. Қыз жігітті таяқпен шұқылап, ойнауына кедергі жасайды. Сосын олар көңіл көтеріп ойнайды. Келесі күні Эмми тағы бір түрлі дыбыстар естіп, аралды аралап кетеді. Аралдан қыз үлкен тасты табады. Лашыққа оралып, жігітке Құдайды тапқанын айтады. Бірақ жігіт оны тыңдағысы келмейді. Түнде қыз қорқынышты түс көріп айқайлайды. Ричард оның жанына келеді. Жігіт оны сабырға келтіріп сүйеді. Бірақ қыз олай жасамауын сұрайды. Эмми ұйықтап қалғанда жігіт жанына тағы келеді. Эмми оны тағы да қуып жібереді. Азанда Эмми жігіттің бір түрлі қылық істеп отырғанын көреді. Ричард қыздан кетуін өтінеді. Кейін жігіт көкжиектен ақ желкенді кемені байқап, лашыққа қарай жүгіреді. Лашық жанында белгі беруге арналған құрылғы жасалған. Бірақ Эммидің мүлде әрекет жасамағанын байқайды. Ал кеме болса алысқа кетіп қалады. Ашуланған Ричард маған ешкім керек емес деп, өзі жасаған қайыққа отырып теңізге жүзіп кетеді. Эмми қайықтың қирап, жігіттің қайтып келе жатқанына тамашалап отырады. Қыз күліп, жігіттің бұл әрекеті оның төртіншісі, әрі әр кез сайын нәтиже біреу дейді. Эмми солай Ричардпен ұрысып қалады. Жігіт қыздың заттарын лашықтан лақтырып, енді сенімен тұрғым келмейді дейді. Ары қарай біз Ричардтың өзіне тамақты оңай тауып жүргенін көреміз. Ал Эмми жетістіріп отта жаға алмай жүреді. Келесі күні Эмми аяғын жарақаттап алады. Содан кейін қыз қатты ауырып қалады. Жігіт қызға бірдеңе болғанын аңғарып, көмектескісі келеді. Эмми жігіттен оны Құдайға апаруын сұрайды. Ол жерде жігіт Құдайға жалбарына бастайды. Оған қыз қатты қымбат екенін түсінеді. Жігіт Құдайдан қызды алып кетпеуін сұрайды. Өйткені ол Эммисіз өмір сүре алмайды. Біраз уақыттан кейін қыз жақсарып қалады. Ричард оны лашыққа алып келеді. Жастар бірге теңізде шомылып, кейін махаббатқа бөленеді. Сол сәттен кейін Ричард пен Эмми бұны жиі істей бастайды. Солай біраз уақыттан кейін Эмми аяғы ауыр екенін түсінеді. Бір күні түнде Ричард бір дыбыстан оянып кетіп, дабыл дыбысына қарай аттанады. Орманнан жігіт жабайы адамдардың құрбандық шалу дәстүрін көреді. Қатты қорыққан Ричард лашыққа қайтып келіп, Эммидің тоғатып жатқанын көреді. Солай жұптардың ұлдары дүниеге келеді. Оның есімін Паттон деп қояды. Бұны түсінбеген Ричард Эммиден неліктен бала туғанын сұрайды. Келесі күні жігіт қызға орманнан не көргенін айтады. Егер сендерге қауіп төнсе, найзамен қорғаймын дейді. Бірнеше уақыттан кейін Ричард Паттонды қалдырып кеткен аралға аттанады. Оны аспазшыдан ештеңе қалмағаны қорқытады. Сосын Ричард кері қайтады. Ары қарай біз жас әке-шеше балаларын не білетіндеріне үйретіп тәрбиелеп жатқанын көреміз. Күндердің бір күнінде аралға кеме келеді. Біз осы уақытқа дейін берілмей балаларды іздеп жүрген Ричардтың әкесін көреміз. Бірақ жұп ешқандай белгі бермейді. Олар аралда қалуды ұйғарады.
Ричардтың әкесі өсіп кеткен баласын танымай, олар болуы екі талай дейді. Солай кеме кетіп қалады. Эмми Ричардқа басқа аралға апаруын сұрайды. Ол жерге келіп, қирап қалған лашықты табады. Ричард кезінде өзі жасаған ойыншығын көреді. Ал сәби улы өсімдіктерді жинап қайыққа салады. Жігіт банан жинауға аттанғанда қайықты теңіз тартып әкетеді. Ұйықтап қалған Эмми баласы ескектерді лақтырып жібергеннен кейін есін жияды. Эмми оларды алмақ болады, бірақ ештеңе шықпайды. Содан кейін ол Ричардты шақырады. Жігіт қайыққа қарай жүзіп барады, бірақ оның соңына акула түседі. Эмми жыртқышқа екінші ескекті лақтырғанда ол кетіп қалады. Олар ескекті алу үшін қолымен еседі, бірақ ештеңе шықпайды. Ағыс оларды ашық теңізге әкетеді. Уақыт өте оларды аштық қыса бастайды. Әке-шешесі ұйықтап жатқанда бала улы өсімдіктерді жеп қояды. Сәби ұйқыға кеткенде Ричард олардың енді ешқандай мүмкіндіктері жоқ екенін түсініп, дәндерді өзі және Эммиге деп екіге бөледі. Фильмнің соңына қарай біз қайықты Ричардтың әкесі байқап қалғанын көреміз. Кеме дәл соларға қарай аттанады. Матрос Ричардтың әкесіне 3 адамды жанұя жай қатты ұйқыға кеткенін айтады. Осылай фильм аяқталады. Арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.